қыздар, менің есімім Дана Мырзагулова, каналыма қош келдіңіздер. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар, ұнаса лайк басып, және де құрбыларыңызға жіберіңіздер. Бүгін сіздермен пицца жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті өнімдер: сүт, міндетті түрде жылы комнаталық температурада болу қажет. Одан кейін су, бұл да жылы болу қажет. Тұз, дрожж, оливковое масло, шекер және де ұн қажет. Ал енді кірісеміз. Сүтке суымызды қосамыз. Граммдарын барлығын видеоның астына сіздерге жазатын боламын. Одан кейін тұз қосамыз. Шекер. Барлығын қосып, қамыр жасайтын боламыз. Және де дрожж. Қосып жүрмеңіздер. Осы жеткілікті. Одан кейін бір араластырып, сонымен ұнды қосамыз. Ең соңында қамыр міндетті түрде жұмсақ болу үшін мен любой булочки жасасам да, не жасасам да, қамырына ең соңында оливковое масло қосамын. Все, оның нақты граммы жоқ, қажетінше қосасыздар, яғни қамыр болғанша. Қатты қылып жібермеңіздер. Міне қамыр болған соң, ең соңында оливковое масло. Екі осылай қолыма былайынан қылып алдым. Енді жақсылап жұмсақ етіп, дәл осыны бір сағатқа жылы жерге қоямын. 15-20 минуттан кейін бетін қайттан басамын. Пиццаның қамыры көтеріліп шықты. Енді осыны 3-ке немесе 4-ке бөліп жаямыз. Оған дейін бізге начинкасына не қажет айтып өтейін. Колбаса қоспаймын десеңіздер, помидормен жасасаңыздар да болады. Колбаса, одан кейін осында укроп дегендер, мята дегендер төбесіне қосқанға алдым. Және де сырдан міндетті түрде ракишкион алыңыздар. Не үшін? Ракишкио себебі созылмалы еткізеді бізде пиццамызды. Одан кейін сыр эмир, кетчуп, майонез және де терка. Қамырды жайып шықтық қыздар. 3-ке бөлдім мен. Енді сыр ракишкионы теркадан өткіземіз. Одан кейін эмирді теркадан өткізіп дайындаймыз. Қыздар, 3 пицца, яғни шығатын болады осыдан. Мен кетчуп пен майонезді қазір осыдан жағып шығамын. Колбасалар турап шықтым. Колбасаның орнына помидор, өздеріңіз қалаған нәрсені қоссаңыздар болады. Немесе фаршпен жасасаңыздар да болады. Құрылысын жақсылап араластырамын. Және осыны үшеуіне жағып шығамын. Бірінші колбасаны қылмай жатып, сыр ракишкионы қыламын, созылмалы ету үшін астыңғы жағына. Одан кейін барып, колбаса, эмир сырларды тағы да үстіне бір төсеп жүретін болады. Енді колбасаны қараңыздар. Оны домалап шығамын. Тәбетті ашу үшін осылай қосып шығып жатырмын. Укропты да қоссаңыздар болады, өздеріңіз білесіздер. Колбаса жетпей қалды мұнда. Қазір ең соңында қыздар тағы да сырды қосасыздар. Беткі жақтарынан қараңыздар. Осыны духовкаға 20 минутқа 200 градусқа саламын. Қыздар, міне пиццамызды духовкадан алып шықтық. Көрсеңіз сіздерге қалай шыққанын. Міне қараңыздар. Уже сыр созылыңқы болып, оның үстіне қамырымызда жұқа болып шығады. Осылай қамыр жұқа болуы қажет міндетті түрде. Қараңыздар. Сыры сухой болып тұрған жоқ, осы ракишкионың арқасында, яғни осылай сулы, ешқандай май, ешнәрсе жақпаса да осылай шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, кейін рахмет айтатын боласыздар. Себебі бұл үйде кішкентай балдарға да өздеріңізге де барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Тек өздеріңіз көрмей, құрбыларыңызға, подругаларыңызға WhatsApp желі арқылы жіберіңіздер. Каналға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға сәттілік.